мектепте арнайы сыныптарға арналған қалалық семинар практикум өтуде. Бұл семинардың мақсаты ерекше балалармен жұмыс түрін көрсету, тәжірибе алмасу. Бүгінде бізде 85 оқушы арнайы сыныпта білім алуда. Бұл балаларға білікті мамандар сабақ береді. Бізде қала мектептерінен біраз мұғалімдер келіп отыр. Қазір өздері қатысып сабақтарға куә болып жатыр. Сондықтан енді балалардың біздің қолымыздан келгенше балаларды мынау қалыпты балалармен теңестіру, балаларға мүмкіндік жағдай жасау. Семинар жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жалпы Тараз қаласында бүгінгі күнге даму мүмкіндігі шектеулі 3437 бала тіркелген. Оқу жылының басында 388 бала осы Тараз қаласындағы 8 жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныпта қамтылған. Бұл балаларды бейімделген арнайы оқу бағдарламасымен оқытады. Бұл жерде тек психикалық дамуы тежеулі балалар емес, жеке оқу бағдарламасымен оқитын, зияты жеңіл немесе орташа бұзылған балаларда бұл жерде білім алуда. Мама, сені жақсы көремін. Рахмет, мама. Ой, жаным, мен де жақсы көремін сені.